Еліміздің брендіне айналып жанға дауа болатын мұнда 5 жылдызды санаторийлер бар. Солардың бірі 2010 жылы ашылған Арай Делюкс демалыс кешені. Бұл шипажайдың басқа шипажайларға қарағанда қандай ерекшеліктер бар? Соны барып өз көзімізбен көріп қайтайық. Елімізде Сарыағаш минералды суы ұсынылатын бірнеше ірі шипажайлар бар. Солардың бірі Арай Делюкс шипажайы. Сән мен салтанаты жарасқан 5 жылдызды ғимаратта бір мезгілде 170 адамға дейін демалады. Ем алуға келген кез келген емделуші алдымен бас дәрігердің қабылдауында болып, арнайы тіркеуден өтеді. Егер сіз жолыңыз түсіп осы шипажайға келе қалсаңыз, онда осы жерде қызметкерлер сізді жылы қабақпен қарсы алады. Шипажайдың ресми сайтынан өзіңізге жолдама алуыңызға әбден болады. Осы Арай Делюкс шипажайымыз тек қана осы Қазақстанға ғана емес, бүкіл әлемдік жаңағыдай қонақтарға әйгілі деп айтсақ та, әрине жаңылыспаймыз. Мақтанышпен айтуға болады. Өйткені қазір тек қана біздің осы Арай Делюкс шипажайына Қазақстан азаматтары, азаматшалар ғана келіп ем алып, демалып жатқан жоқ. Біздің шетелдік жаңағы қонақтарымыз Америка құрама штатынан, Австриядан, Сауд Арабия елдерінен, өзіміздің көршілес елдеріміз Қырғызстан, Өзбекстан елдерінен де келіп, біздің қонақтарымыз келіп, осы жерде ем алып, демалып, жаңағыдай жеңілдік тауып, бізге үлкен-үлкен жаңағы рахметтерін айтып, риза болып кетіп атқан жайы бар. Медициналық туризмнің басты артықшылығы тек жақсы демалу ғана емес, сонымен бірге денені жетілдіру болып табылады. Мұнда жайлы демалу үшін емнің барлық түрлері қарастырылған. Солардың бірі массаж. Массажды меңгеру үшін оның негізін түсініп, сырына тереңірек үңілу керек. Саламатсыз, Бану ханым. Саламатсыз ба? Сіздердің осы Арай Делюкс шипажайының бағанадан бері өз көзімізбен көріп, жақсы қырларымен танысып жатырмыз. Енді уқалау бөлмесіне барып көрсек, е? Иә, жерде уқалаудың қандай түрлері бар, оның пайдасы қандай деген сияқты, сондай бір маған түсіндірме жұмыстарын жасап өтсеңіз. Марина ханым, қазір бізде массаж болып жатыр. Дәл қазір көрсек болады. Массаждың неше түрі бар? Массаждың бізде көптеген түрі бар. Оның ішінде классикалық, емдік массаж, нүктелі массаж, тасты қыздырып жасайтын массаж. Дәл қазір қандай массаж? Қазір бізде емдік массаж жүріп жатыр. Арқаға, желкеге, остеохондрозға бұл өте пайдалы. Бастағы қан айналымды, желкедегі қан айналымды өте жақсартады. Тек қана арқаға ғана жасайды ма, әлде дененің бүткіл денеге, аяқтың ұшынан басқа дейін, бастан аяқтың ұшына дейін. Мынау бөлмелеріңіздің іші де бір сондай бір керемет, адамға сезім сыйлайды екен. Біздің бөлмеміздің күңгірт болуы, келген адам шаршау басылу үшін, жаны мен тәні демалу үшін келген кезде массаж алу арқылы бүткіл денедегі шаршауды шығарып, дене босайды. Қандай керемет, шынында да, расында да маған өте қатты ұнап тұр. Әсіресе мынау қабырғаларының барлығы бір ши дейміз ғой, қазақтар ши деп айтатын еді ғой. Сондай бір стильмен жасалған екен, өзгеше, әдемі, шын мәнісінде, расында керемет. Ал басқа да бөлмелеріңіз бар ма? Сонда барып көрсетіп. Әрине. Біздің мынау екінші массаж бөлмеміз. Біздің шипажайдың басты ерекшелігі термоодеялға орау арқылы обертываниялар жасайды, түрлі маскалармен денеге. Бірінші келген қонағымыз ресепшнге жазылады. Ресепшн оны түрік хамамына денесін қыздыруға жібереді. 15-20 минут сол жақта денесін қыздырады. Одан кейін массажист өзі алып келіп, термоодеялға жатқызып,
түрлі маскаларын, қонақтың қалауы бойынша маскаларды жағады. Масканы жаққаннан кейін термоодеялға орап 15-20 минут жатады. Онда денесі қызып, денедегі суықтар кожаны нәрлендіреді теріні. Қонақ емін еркін өз қалауымен келіп емін қабылдай алады. Сарыағаш Арай Делюкс шипажайы Қазақстандағы ең жақсы термиялық сауықтыру курорты. Сарыағаш минералды суы табиғи, азотты аз сілтілі, аз минералданған акротермдерге жатады. Оның құрамында адам үшін маңызды 30-дан астам микроэлементтер бар. Сарыағаш минералды суының эксклюзивтілігі оның жастығында және бірегей құрамында. Өте қуанышты жағдай, шетелден келген, Европа елінен алып келген бізде жаңа емнің түрі, бізде углекислый ванна деген енгізілген. Міне осы 7-8 жыл көлемінде біз сол емді енгізгенбіз. Сонымен қатар жаңағыдай газовый укол деп аталады. Газовый укол ол басқаша айтқанда карбокситерапия. Бұл да жаңа емдердің түрлері. Бұл жерде жаңа подкожный или внутрикожный таза емдік сухой углекислый газ медицинский жаңа адам денесіне енгізіледі. Подкожный или внутрикожный деп айтып кеттім. Ол жаңа қан айналымын жақсартады, иммунитетті көтереді. Біз кеше коронавирус инфекция кезде жаңа қанымызды сұйылтамыз деп біреулер жаңағы ксарелташты дәрілерін, антикоагулянттар, біреулері жаңағыдай гепарин дәрілерін алды. Міне сол дәрілердің қызметін атқаратығын бұл жаңа емдік енген жаңа ем қанды сұйылтады, сонымен қатар қандағы барлық шлактарды тазалайды. Жаңағыдай мысалы буындар ауыратын болса, жаңа қазір барлық адамдарда әбден қажыған шейный остеохондроз бар, грудной остеохондроз бар. Міне сол остеохондрозға, грыжаға да көмегі өте жақсы. Профсоюздың курорты болған кезде бұрыннан келетін 75 жылдан бері осы жаққа жылына бұрындар 24 күн демалатын едік қой. Одан кейін де жылына бір рет келіп, бірнеше рет келіп тұратымыз. Одан кейін осы Арай Делюкс ашылғалы емді осы жерден алам. Өйткені бұл өте комфортабельный. Бұл жердегі мамандар, білікті мамандар, оборудованияларының бәрі жаңадан, жаңа сотрудниктердің бәрін тәрбиелеп қойған, оқытып қойған, субординацияны күшті сақтайды, пациенттермен қалай жұмыс істеудің бәрін біледі, тазалығы да жақсы, бәрі жақсы. Мысалға соның ішінде алатын болсақ, мынау Тұрғанбекова Нұржамал ханым, осы врач, осы жердің мынау Европада мынау газовый жаңағы уколды әкеліп, осы жерде жаңағы буын ауруларын, бір жағы бұл қант диабетінде түсіреді да, негізінде де осы жаңа технологияларды өстіп енгізіп, осы үшін аурулар келеді. Мен, например, өзім Астанадан келем. Осы уколға бола келемін. Сол сияқты емі өте тамаша, бәрі жақсы, директоры де керемет, жас жігіт, энергичный жігіт. Қош келдіңіз. Бұл біздің Арай Делюкс санаториямыздың ем алатын бөлме. Ем бөлмелеріміз. Мына жерде EKG түсіреміз біз жүректі, кардиограмма. Ал мына жерде процедурный. Барлығына жазып қойған. Иә, жазып қойғанбыз. Мына қазақша, орысша. Процедурный кабинет, егу бөлмесі. Бұл жерде дежурный медсестрамыз болады. Иә, кіруге болады. Жүріңіз. Бұл жерде Бірінші мынау жерге келіп тіркеледі, иә? Тіркеледі, иә. Тіркелген соң, соның кейін бұл жерде блок деген аппаратымыз бар. Сосын қонақтар врачтың нұсқауымен системалар алып жатады. Бұл жер зертхана бөлмеміз. Келген қонақтарымыз бұл жерде анализдер тапсырады. Да, общий анализ крови и общий анализ мочи. Біздің өзіміздің лабораториямыз бар.
мына лаборантымыз. Бұл жерде сол врачтың нұсқауымен сахарды тексереді. Енді бізде үлкен адамдар көп келеді ғой. Сахар тексереміз, биохимический анализы бар. Сосын бізде эндокринолог бар, узкий специалисттер келеді. Сол кісілер нұсқауымен жаңағы гормондарға да тапсырады. Олар да біліп жатады. Мочаны тексереміз, общий анализ крови тексереміз. Біздің терапевттеріміз отырады, ем беріп жатыр врачымыз, терапевт Гүлнара Оңғаровна. Сол бойынша қонақтарымыз кейін мына емдерді өтеді. Ал мына жерде біздің стоматологымыз бар. Бұл жерге келген емделушілер толықтай тісін емдеп кете алады ғой, Кете алады, иә. Қаладағыдай барлық жағдай жасалған ғой, Иә, барлық жағдай жасалған. Мына өзіміздің стерилизация бар мына жерде. Пломба қояды, емдейді, алынады, удаление, бәрі-бір бұл жерде. Осы қағазбен жүреді, мына қараңыз, барлығы уақытымен, жаңағы врачтың нұсқауымен, әрине жазылған мына кабинеттер, мына сағаты. Алған болса, жаңағыдай галочка қойылады. Ал мына жақта ингаляция. Ингаляцияны көріңіздер. Қонақтар алып жатыр. Ингаляция бөлімдер. Тілектес мырза, 2004 номердағы қонағымыз. Қалай емдеріңіз қалай болып жатыр, мырза? Бәрі жақсы ма, көңіліңіз толып жатыр ма? Біздің медбикелеріміз қалай сізді қарсы алып жатыр? Медбикелердің барлығы өте мәдениетті. Рахмет. Елімізде естітпейтін мырза, ханым деген сөздер. Біздің ерекшелігіміз де олда. Барлық ем-домдарын істеп жатыр. Ешқандай жаңағы қолайсыздық жағдай туғызып жатқан жоқ. Бәрі қыздар, молодец, жақсы. Мырзамын. Жасым 74-те, анамның ауруларымыз бар. Осындай емделетте. Атқарымызды сол жұмыс істейтін жерден көтеп қалып берді. Келіп емдеріп жатырмыз. Осымен екінші рет келіп отырмын. Жақсы. Керемет. Өзіме жақсы ұнайды. Осы тұрғанда өзім әйелім, балдызым, қызым, төртеуміз келіп отырмыз. Тағы да келесіз ба енді? Той қыласа, балдар алып беріп отырса. Жақсы, жақсы. Рахмет, мырза. Ем болсын. Емдік бөлмелеріміздің ерекшеліктерімен, танысып өтсек. Бізде өте аппараттар көп. Соның ішіндегі ерекшелігі бар аппарат, лимфодренаж аппаратымыз. Ең соңғы үлгідегі, міне, мырзамыз алып жатыр. Тек қана аяққа қояды? Тек қана аяққа, қолға да қоятыны бар, и аяққа. Міне, бұл қан айналымын жақсылайды. Буын ауруларына өте көмегі жақсы. Суықтаған, суставтың бәрі солардың суығын алады, қан айналымын жақсылайды. Неше уақыт жатады? Бір 20 минут жатады. 20 минутта, Негізінден ұзақтығы неше күн алу керек? Врачтың нұсқауына қарап енді. Сол жерде 5 күн, біреулерге 1 апта әртүрлі алады. Соған байланысты. Врачтың нұсқауымен. Керемет екен, мен мынандай емдік түрін басқа бір шипашайлардан шынын айтсам көрген жоқпын. Дәл қазір өзім көріп, осыған бір сондай бір тамсанып отырмын. Ана жақтарда не бар екен? Бұл жерде мына углекислая ванна деген ваннамыз бар. Міне, бұл жерде мына ханым алып жатыр. Бізде бұл жерде углекислый газ жібереміз. Ана жақта баллонда газ болады. Бұның қандай пайдасы бар? Бұл общий полный суықталады бұлда. Суықталады бұлда. Углекислая ванна. Неше минут жатады? Бұл жерде де 20 минут жатады. 20 минут жатады. Мына әр индивидуальный болады. Қапшықта сол жерге газ жіберіледі. Жақсы демалып жатсыз ба? Ұнап жатыр ма өзіңізге? Өзіңізге қолайлы, ыңғайлы ма? Ешқандай кедергілер жоқ, Жақсы. Міне, Марина ханым, көрдіңіз өзіңіз. Бізде өте емдік түрлер өте көп. Міне, қонақтарымыз күтіп отыр өздерінің емдерін. Осылай күндік бойы сағат 9-дан
5-ке дейін осылай ем жүргіземіз. Кешкі сағат 5-ке дейін, иә? Сағат 5-ке дейін, иә. Бос уақытыңыз бола қалса жаттығу залына барып, денеңізді шынықтыра аласыз. Сондай-ақ кешенде көңіл сергітетін бильярд бөлмесі, ересектер мен балаларға арналған бассейн, сауна, караоке, ғаламтор, кинозал бар. Саламатсыз ба? Хош келдіңіз, мырза. Абай мырза, жүріңіз бірінші ем процедуралардан бастай берік. Физио, минеральный парафинге барамыз. Сонымен қатар мұндағы мамандар қонақтарды қарсы алуда үлкен мәдениеттілік көрсетеді. Келген қонақтарды күтіп алып баратын жеріне дейін жол көрсетіп жүреді. Яғни білмегеніңізді әркімнен сұрап, әуре болмайсыз. Ер адамдарға мырза, әйел азаматшыларға ханым деп құрмет көрсететін Арай Делюкс шипажайы жанға жайлы сөздермен ерекше. Кішкене күте тұрасыз, қыздар сізді шақырып алады. Мұнда отырып тұрыңыз, е? Саламатсыз ба, Мыржахан? Абай мырза, жаңа жайыз келді бізге, қабылдап алсаңыз. Абай мырза, медсестралар сізді шақырып алады, кішкене отырып тұрыңыз. Процедураңыз өтіп болған соң, бізге келесімен сізді алып кетемін. Бұл Сарыағаш емдік минерал суын қысқаша айта кететін болсақ, 1946 жылы геологтар қазба жұмысын жүргіземіз деп келіп, олар мұнай іздеп келген бұл жерге. Сонда жаңағы 1400 метр тереңдікте жаңағыда бұрғылау жұмысын жүргізіп жатқан кезде мұнай емес, мұнайдың орнына Алланың берген бір сыйы ғой бізге. Осы мөлдір су атқылап жердің астынан жылы мөлдір су шыққан. Ол мөлдір су осы біздің Сарыағаш минералды емдік су болып табылады. Ауру астан деген расында адам денсаулығының басты кепілі дұрыс тамақтану. Дәмі тіл үйретін тағамдар шипажайдың жоғарғы дәрежеде екенін айқындап тұр. Біз осыған орай шипажай асханасына да бас сұғып көрдік. Денсаулығын оңалтуға келген ем алушының тағамына жауапты өзіміз. Дәрігер бекіткен диетаға сай арнайы ас мәзірін әзірлейміз дейді аспаз Жанат Әбдіқайқызы. Мына біздің түскі асқа берілетін шведский столымыз. Мына жерде фруктылар 4 түрлі. Мына жерде овощымыз бар 4 түрлі. Кейін сосын мына жерде ассортимент көкөністер бар. Біздің ерекшелігіміз мына жерде қонақтарға әрқайсының алдарына мәзір қойылады. Сол өздері сол мәзірге қарап белгілейді тамақтарды. Бізде первый, 2-2 тамақ болады. Бүгінгі түскі асымыз 2-1, 2-2. Бұдан басқа 2 салатымыз бар. Ол шведский столда тұр, залда. Сарыағаш Арай Делюкс шипажайында қонақтардың жайлы демалысы үшін дүйсенбіден жұмаға дейін кешкісін өнерпаздар әннен шашу шашады. Мұнда келушілер әуезді ән, күмбірлеген күй тыңдап, көңілдерін көтеруде. Музыкаға елткен жандар арман әлеміне кіріп, тірі дауыстағы әндерді жан дүниесімен тыңдап, сезінуде. Минералды судың пайдасын біз айтпасақ та білесіз. Мұндағы мамандардың барлығы бұл суды таңертең аш қарынға ішкен жөн дейді. Сонда сапасы көбірек болады екен. Және айта кетерлігі, міне өздеріңіз көріп тұрғандай бұл жерде 36 градус температураны көрсетіп тұр. Сонымен қатар 24 градус және де өздеріңіз көріп тұрғандай 42 градустағы су. Өте керемет.